Қайырлы күн, сіздермен проценті бойынша санды табу тақырыбын қарастырамыз. Бізде мұнда формуланы жазып қояйық. Бізде берілген санды жай ғана берілген процентке бөлем. Бөлшектің бөлімінде 100, мынау П дегенім ол процент. П дегенім процент. Мынау сан. А дегенім сан екен. Әрі қарай енді бірінші есепті шығарып көрейік. Бірінші мен берілген санды жазам. 3% 12-ге тең санды тап дейді. Яғни 12 бөлу деймін. Бөлшек сызығын сызып 100 деймін бөлшектің бөлімінде. Алымында қанша процентті тап дейді, соны жазам. 3% бөлімінде де процент бар. Мына процентпен мына процентті қысқартуыма болады. 12 деймін көбейтілген бөлшектің бөліміне 3 түсіп кетеді, 100 алымына түседі. Байқасақ мен мына көбейтуді бөлуді көбейтуге ауыстырдым. 12 мен 3 4-ге қысқарады, тең болады екен 400. Келесі әрі қарай бізде 3% 15-ге тең. Яғни бірінші берілген санды жазам, 15 бөлінген деймін. Бөлшектің бөлімінде 100%, ал алымында қанша пайыз табуым керек, соны жазамын. Сонда тең 15 көбейтілген бөлшектің бөліміне 3 түсіп кетті, алымында 100% шығып кетеді. Мұнда пайыздарын қысқарып тастаймын. Мұнда 5 қысқарады, сонда бізде тең болады екен 500-ге. Келесі бізде 21-да жазам, 21 бөлінген бөлшектің бөлімінде 100 бар, 100%, алымында қанша процентті тап деді, соны жазам, тең деймін. 21 көбейту деймін. Көбейтуге ауыстырған себепті алымдар мен бөлімдерінің орны ауысып түседі екен. 3 бөліміне түсіп кететін проценттерді қысқартам. 100 алымына 21 мен 3-ті қысқартатын болсам 7, сонда бізде 700-ге тең екен. Келесі бізде 24 бөлу амалын жазамын. Бөлшектің бөлімінде 100%-мыз бар, алымында 3%-мыз бар екен, тең деймін. 24 көбейтілген 3 бөліміне түсіп кетеді де, 100-ді алымына жазамын. Мұнда 8 қысқартатын болсам, сонда 800-ге тең екен. Келесі енді 10%-ын қарастырып көрейік. Екінші бізде 10%-ы 0,4-ке тең дейді. 0,4 бөлу деймін. Бөлшектің бөлімінде 100% тұрады. Алымында тап деген 10%-мыз бар. Тең деймін. Мына 0,4-ті біз 4 бөлу 10 десем болады. 4-ті 10-ға бөлсем 0,4 шығады екен. Көбейту деймін. 100-ді алымына жазамын. 10-ды бөліміне жазамын. Мына пайыздарды жазбасам болады екен. Әрі қарай мына 10 мен 100-ді қысқартсам, мұнда 10 болады. Мына 10 мен 10-ды бөлсем 1 екен. Сонда менде 4 қалады екен жауап. Келесі бізде 8,5 бөлу бөлшектің бөлімінде 100 бар. Алымын 100%, алымында 10% бар. Тең деймін. 85 бөлшектің бөлімінде 10 бар. 85-ті 10-ға бөлсем 8,5 шығады. Көбейту деймін. Алымдар мен бөлімдері 100 бен 10-ның орны ауысады. 100 алымына шығады. 10 бөліміне түседі. Мұнда 100 бен 10-ды бөлетін болсам, мұнда 10 болады екен. Сонда мұна 10 мен мұна 10 қысқарып 85-ке тең болады екен. Келесі тағы да біреусін қарастырайық. 9,125 бөлу деймін де, бөлшектің бөлімінде 100 бар, алымында 10% бар. Мұнда пайыз белгілері бар. Пайыздарды жазбауыма болады. Әрі қарай 925 бөлу 10 десем, бөлу 100 деймін. Сонда 9,125 шығады. Әрі қарай көбейту деймін де, бөлшектің алымына 100-ді жазамын, бөліміне 10-ды жазамын. Мұна 100 бен мұна 100 қысқарады. Сонда бізде 925-ті 10-ға бөлетін болсам, мұна тұста үтір бар деп ойлаймын. 925-ті 10-ға бөлсем, 10-ның бір нөлі бар, үтір мұна тұста бар, мұна тұста тұр деп ойлаймын да, мұнда жазылам. Сонда 92,5. Келесі үшіншісін қарастырып көрейік. Үшіншісі менде 60%-ы 42-ге тең дейді. Үшіншісі
60% 42-ге тең. 42-де бірінші санды жазамын. Бөлу амалын жазайын. Бөлшектің бөлімінде 100 бар. 100%. Алымында 60%. 42 деймін де көбейту деймін. 60 мына пайыздарды жазбаймын. Алымына 100-ді жазам. 42-ні 6-ға бөлсем, мында 7 қалады. 60-ты 6-ға бөлсем 10 екен. Мына 100 бен 10-ды бөліп тастайтын болсам 10. Мына 10 мен мына 7-ні көбейтетін болсам, бізде мында 70 болады ма? 42-ні 6-ға бөлдім 7 қалды. 60-ты 6-ға бөлдім 10. 100-ді 10-ға бөлсем 10 шығады. Келесі бізде 72. 72-ні бөлемін берілген 100-ден 60-қа. Процент белгілері бар мұнда. Тең деймін. 72 көбейтілген бөлшектің бөліміне 60 түсіп кетеді. Алымына бізде 100 шығады. 72-ні 6-ға бөлуіме болады. 72-ні 6-ға бөлсем 12, 60-ты 6-ға бөлетін болсақ, немесе екеуінде 12-ге бөлсем болады. 72-ні 12-ге бөлсем 6, 60-ты 12-ге бөлетін болсақ 5 екен. 100-ді 5-ге бөлетін болсам, мұнда 20 шығады. 20-ны 6-ға көбейтсем 120 шығады екен. Келесі 84. Мұнда 84 бөлу, бөлшектің бөлімінде 100, алымында 60 екен. Процент белгісі бар мұнда. Тең деймін. 84 көбейту деймін. Бөлшектің алымына 100 шығып, 60 бөліміне түсіп кетеді. Екеуінде 12-ге бөлсем болады. 84-ті 12-ге бөліп көрсек. Бізде жетемес па? 60-ты 12-ге бөлсем 5. 100 бен 5-ті бөлетін болсам 20, сонда мұнда 140 шығады екен. Ары қарай енді мұнда 102-ні жазып көрейік. Бізде 102 бөлінген 100-ден 60% тең деймін. 102 мұнда көбейту 100 алымына шығады, 60 бөліміне түседі. Біз 102-ні бөліп көрейік 12-ге. Шамамен қанша шығады? 8-ден берсем жетпей қалады. 102-ні 6-ға бөліп көрсек қанша болады екен? 6-ға бөлсем мұнда 17 болады ма? 6-ға бөлсем, мынаны 6-ға бөлсем 10 екен. Мұна 100 бен 10-ды бөлсем мұнда 10, сонда мұнда 170 шығады екен. Әрі қарай 1144-ші есеп. Фермер 72 гектар жерге алма ағаштарын отырғызды. Бұл оның барлық жерінің 40%. Фермердің барлық жерінің ауданы неше гектар дейді. Яғни мен жай ғана 72 бөлу деймін. Ол да жалпы 100%-ның бөлемін 40-қа. Мына пайыздарды жазбауыма болады. 72 деймін. Көбейтілген 100 бен 40-тың орны ауысады 40. Сонда 72 мен 40-ты біз қандай санға бөле аламыз? Екеуіне 8-ге қысқарта аламын. 72-ні 8-ге бөлсем 9, 40-ты 8-ге бөлетін болсам 5 екен. Мына 100 бен 5-ті бөлсем, мұнда 20 қалады. 9-ды 20-ға көбейтетін болсам, бізде 180 екен. Келесі, бізде мектеп кітапханасында 2890 оқулық бар. Яғни 2890 оқулық деймін. Бөлу, оның 85%, яғни 100-ден 85 деймін. Тең деймін. Бізде 2890-ды жазамын. Мұнда 2890 көбейту 85 бөліміне түседі бізде.
100 алымына шығады екен. Екеуінде 5-ке бөлсем болады. 2890-ды 5-ке бөлсем 578 шығады. Ал 85-ті 5-ке бөліп көрейік. Бізде шығады мұнда 17 шығады. 85-ті 5-ке бөлсем. Әрі қарай 578-ді көбейтіп көрейік 100-ге. Және оны бөлейік 17-ге. 3400 шығады сонда бізде. Әрі қарай бізде сыныпта 12 қыз бар дейді. 12 қыз бар екен. Бұл сыныптағы оқушылардың 40%, яғни 100-ден 40. Тең деймін де 12 көбейтілген бөлшектің алымына 40 түсіп, бөлім алымына 100 шығады. 12-ні 4-ке бөліп тастайтын болсақ, 3 қалады екен, мұнда 10. 100 бен 10-ды бөлетін болса, мұнда 10, сонда 30-ға тең екен. Сонда сыныпта 30 оқушы бар. Шебер 295 бөлшек дайындап, жоспарды 18%-ға артық орындады. Шебер неше бөлшек дайындауды жоспарлаған еді? Кез келген бір жұмыс, ол бізде 100%-ға тең екен. Ол менде 100%. Яғни, ол 18%-ға артық орындады. 100% қосылған 18%. Сонда 118% орындады екен шебер. Мен осы 295-ті 118%-ға бөле салам. Бөлу деймін. Жалпы 100% бөлінген 118. Тең деймін. 295 көбейтілген бөліміне 118 түседі, алымына 100 шығады. Мұнаны бөлетін болсақ, бізде 2,5 шығу керек. Шамамен 2 рет бар. Екі жарым, оны көбейтсем, мұнда 250 болады екен. Сонда шебер 250 бөлшекті дайындауды жоспарлаған екен. Мұнда бізде 1146 есеп. Мұздатқыштың 10%-ке арзандатылғаннан кейінгі бағасы 72.900 теңге. Мұздатқыштың арзандатылғанға дейінгі бағасын табыңыз дейді. Яғни баста оның бағасы 100% еді, ол 10%-ға арзандап кетті. Сонда бізде қалады екен 90%. Мен енді 72.900-дің 90%-ке жай ғана 100-ден 90-ға бөлем. 100-ден 90%-ке бөлем. Тең деймін де 72.900 көбейту деймін. 90 бөліміне түседі. 100 алымына шығады. 72.900-ді біз қысқартып көрейік. Шамамен қандай санға бөлінеді екен? Бізде 72.900-ді 9-ға бөліп көрсек, мұнда 8100 шығады. Ал мұна 2-0 қосылып, сонда бізде 81 мың болады ма? Так, әрі қарай. Мұнда 810 ғой. Мұнда бізде 810 болады. Так, 900 көбейту. Так, мұнда 810. Ол мұндағы тұрған 100-бен көбейтіліп 81 мың. Так, әрі қарай бізде саяхатшылар баруға тиісті А пунктіне дейінгі қашықтықтың түске дейін 74%-ын жүргенде жүрілмеген 65 километр қалды. А пунктіне дейінгі қашықтық неше километр дейді. Жалпы бізде жүру керек, бізде 100%. Одан алып тастаймын, жүрілген жолда 74%. Сонда менде әр жағында 26% қалады екен. Бұл 26% мынау 65 километрге қалған. Сонда, яғни ары қарай табатын болсам 65 километр. Оны мен бөлемін 100-ден 26-ға екен. Тең деймін де 65
көбейтілген деймін. 26 бөліміне түседі. 100-ді алымына жазамыз. Әрі қарай 65-те 26-ға 65-ті 13-ке бөле аламын. 5. 26-ны 13-ке бөлсем 2 екен. Так, мұнда бізде 250 шығады ма? Так. 5, мұнда 2. 500, 500-ді. Так, 5 пен 100-ді көбейтетін болсам, немесе мұнан қысқартатын болсам, 100-ді 2-ге бөлетін болсам, мұнда 50, сонда 250 шығады екен. Әрі қарай бізде 1148 есеп. Сатушы сатып алған көкөністі 14758 теңгеге сатып, 6% зиян шекті. Ол көкөністің неше теңгеге сатып алған еді? Ең алғашта ол сатып алған бағасын бізден сұрап тұр. Ең алғаш ол бізде 100% болған. Ол зиян шекті, яғни 6%-ін алып тастайық. Сонда бізде 94%. Енді мен осының бөлемін 14758-ді бөлемін 100-ден 94-ке. Тең деймін. 14758 көбейтілген 94-ті бөліміне жазамын. 100-ді алымына жазайық. Әрі қарай бізде 14758 бен 94-ті бөлетін болсақ, бізде 157 шығады. 157 мен 100-ді көбейтетін болсақ, сонда бізде тең болады екен 15700. Сонда ол бастапқыда 15700-ге сатып алған. Сонда ол тапқан пайдасы 14758 екен. Әрі қарай біз 1149 есеп калькулятордың көмегімен қолдан дейді, бірақ калькуляторсыз шығарып көруге тырысайық. Бізде берілген 10,8-ді бөлемін 100-ден 12%-ға. Тең деймін. 108-ді бөлемін 10-ға. Көбейтемін. Бөлшектің алымында 100 бар, 12 бөлімінде екен. 100 бен 10 қысқарады, мұнда 10 екен. 108-ді 12-ге бөлетін болса, мұнда 9, мұнда 1. Сонда бізде 90 шығады екен. Келесі, мынау біріншісі еді. Бізде екіншісі 8,4 бөлу деймін 100-ден 15 тең 84 бөлу 10 көбейту деймін де 100-ді алымына жазамын, 15 бөліміне түсіп кетеді екен. Әрі қарай біз мұнда 10 мен 100-ді қысқартатын болсам 10 екен. Мұна 10 мен 15 екеуі де 5-ке бөлінеді. Мұнда 2, мұнда 15-ті 5-ке бөлсем 3 екен. Тең деймін. Әрі қарай 84 пен 3-ті қысқартатын болсам 28. 28-ді 2-ге өтетін болсам 56. Келесі үшіншісі бізде 22,4-ті бізде 40%-ке тең дейді. Бөлшектің бөлімінде 100% бар, алымында 40% бар екен. Тең дейміз. 22,4 мен 224 бөлінген 10 деп жаза аламын. Көбейту деймін. 100-ді алымына жазамын. Бөліміне 40-ты жазамын. Мұна 110 мен 100 қысқарып, мұнда 10 болады екен. 224-те 40-та бізде 4-ке бөліп қысқартып көрейік. 224-ті 4-ке бөлсем 56 шығады екен. Ал 40-ты 4-ке бөлетін болсам 10 екен. Мұна 10 мен 10-ды бөлсем 1 тең. Сонда мұнда бөлшектен 56 қалады екен. Келесі бізде 60% 45-ке тең. 45-ті жазамыз. Бөлінген 100% бөлімінде алымында 60%-ын тап деген. Мына пайыздар жазбауыма болады. 45 деймін. Көбейтілген бөлшектің бөліміне 60-ты жазып, алымына 100 жазайық. 45-ті 5-ді 15-ке қысқарталам. 45-ті 15-ке бөлсем 3, 60-ты 15-ке бөлсем 4 екен. Мұна 100-ді 4-ке бөліп тастайтын болсақ, мұнда
25. Мына 25 пен мына 3-ті көбейтсем 75 болады екен. Келесі 93,5-ті бөлемін 110%-ға де 100, алымында 110 екен, тең деймін. 93,5-ті 935 бөлі 10 десем, көбейтемін. Бөлшектің алымына 100 шығады да, мұнда 110 шығады. Так, мұна 10 мен 110, 100-ді қысқартатын болса, мұнда 10, 935-те 110-да 15-ке, 5-ке бөліп көрейік. 935-ті 5-ке қысқартсақ, бізде 187 шығады екен. Ал 110-ды 5-ке қысқартсақ, бізде мұнда 22 ғой. 22. 22 мен мына 10-ды қысқартып көрейік 2-ге. Мұнда 5, мұнда 11 екен. Енді әр қарай 187-ні 5-ке көбейтіп көрейік. Одан мұнда бөлемін 11-ге. Қанша шығып кетеді бізде? Мұнда 85 шығады екен. Әрі қарай бізде осыдан 3 жыл бұрын ағасы мен қарындастарын жастарын қосындысы 15 жас болды дейді. Яғни 3 жыл бұрын мұнда 3 жыл бұрын минус 3 деп қояйық, ол 15 екен. Бізге қазіргі жастардың қосындысы керек, оған 3 жыл қосам. Ағасына да 3 жыл қосам, 3А деп қояйын, и қарындаса да бізде 3 жас қосады. Сонда бізде дәл қазіргі жасы сонда бізде 21 екен. Сонда мұнау қазіргі жасы, мұнау қазіргі. Енді олар 9 жылдан кейін дейді. Яғни ағасы да 9 жасқа өссе, қарындасы да 9 жасқа өседі. Сонда бізде 21-ге 9-ды қоссам 30, 30-ға 9-ды қоссам 39 болады екен. Келесі бізде 1151 есеп проценті бойынша шаманы анықтаңдар дейді. Мен берілген 18 бөлу амалымен жазамда, бөлшектің бөліміне 100 жазам. Ал алымына 12% жазам. Тең деймін 18 бөлшектің алымы мен бөлімінің орны ауысады, өйткені мен амалды көбейтуге ауыстырып тастадым. 100 деймін, бөліміне 12 түседі. 100-де 12-де 6 санға бөлінеді. 6-ға бөлсем 3, мында 6-ға бөлсем 2 екен. 100-ді 2-ге бөлетін болсам, бізде 50, мына 50 мен 3-ті көбейтетін болсақ, 150 шығады екен. Келесі енді 75. 75 бөлу деймін, бөлшектің бөлімінде 100 бар, алымында 12% бар екен. Тең деймін де 75 көбейту, бөлшектің бөліміне 12 түседі, алымына 100-ді жазам. 75 пен 12-ні 3-ке қысқарталам. 3-ке қысқартсам, мұнда 25, мұнда 3-ке қысқартсам 4. 100-ді 4-ке бөлетін болсам 25. Ал 25-ті 25-ке көбейтсем, бізде 625 шығады екен. Келесі бізде 8% 5,6-ға тең дейді. 56 бөлінген 10 деймін де, бөлу 100-ден 8 деп жазуыма болады. 8% тең деймін, 56 бөлшектің бөлімінде 10 көбейту деймін де, бөлшектің алымында 100 бар, бөлімінде 8 бар. Енді қысқартатындарды қысқартып тастайық. Бізде 56 мен 8 қысқартайын, ол менде 7, мұнда 1, мұнда 10, сонда менде 70-ке тең екен. Әрі қарай 4 килограмм дейді, 4 бөлінген дейміз, 100-ден 8-ге, мынанда процент белгілері бар. Тең дейміз, 4 көбейтілген бөлшектің бөліміне 8 түседі, алымына 100 шығады. Мұна 4 пен 8-ді қысқартатын болсам, мұнда 1, 4, 8-ді 4-ке бөлетін болсам 2 екен. 100-ді 2-ке бөлсем 50 шығады екен. Келесі бізде 12 сантиметр 15%-ға дейді. 12 дейміз, бөлу бізде 100-ден 100%,
и алымында 15% екен. Тең дейміз. 12 көбейту деймін. Бөлшектің алымдар мен бөлімдердің орны ауысады. Проценттер жазбауыма болады. Алымына 100 жазамын. 12-де 5-те бізде 3-ке бөлінеді. 12-ні 3-ке бөлсем 4, 15-ті 3-ке бөлсем 5. Мана 100 бен 5-ті бөлсем бізде 20 қалады. 20 мен 4-ті көбейтсем 80 шығады екен. Келесі бізде 2,7 дейді. Мына жаққа жазам. 27 бөлінген 10 деймін. Бөлу ол бізде мынау еді. Яғни бөлшектің бөлімінде 100 бар, алымында 15% бар екен. Тең деймін. Мұнда 10, 27 көбейтілген, мұнда 100-ді жазамын, мұнда 15 жазамын. 100 бен 10-ды қысқартсам, мұнда 10, 27-де 15-те 3-ке бөлінеді. 27-ні 3-ке бөлсем 9, 15-ті 3-ке бөлсек бізде 5 екен. 10 мен 5-ті бөлсем мұнда 2 қалады. 9 мен 2-ні көбейтсем тең болады 18-ге. Келесі бізде 24% 9,16-ға тең дейді. 9,16-ны мен 96 бөлінген 10 бөлу деймін. Бөлшектің бөлімінде 100%, алымында 24%. Тең деймін. 96 бөлшектің бөлімінде 10 көбейту деймін. Бөлшектің алымындағы 100-ді ауыстырамын бөлімдерін. 100 бен 10-ды қысқартамын, мұнда 10. Так, 96-ны 4 рет 96, так, 4-ке көбейтсем шығады ма менде? Так, 4, 6 бір ойда, 96-ны 4-ке бөлсем 24 шығады екен. Сонда менде бізде 40 шығады екен. Келесі 42 бізде бөлу деймін. Бөлшектің бөлімінде 100% бар, алымында 24%. Тең деймін. 42 көбейтілген 24 бөліміне түседі. 100 алымына әрі қарай 42-де 24-ді де қандай санға бөле аламыз? 6-ға бөле аламыз. 42-ні 6-ға бөлсем 7, 24-ті 6-ға бөлсем 4 екен. Мұна 100 бен 4-ті бөлсем 25, 25-ті біз 7-ге көбейтсек, 25, 35, 175 шығады бізде. 175 екен. Әрі қарай бізде қандай натурал санды 40%-ке өсіргенде 3,2-ге артады дейді. Мен 3,2 бөлінген 100-ден 100%, мұнда 40%. Сонда тең деймін. Мұнаны 32 бөлінген 10 деп жазсам болады. Көбейту деймін да, алымдар мен бөлімдердің орнын ауыстырамын. Мына процент жазбасам болады. Так, мұнда бізде 40% еді. 10 мен мына 100-ді қысқартамын, мұнда 10. Әрі қарай 32-де 40-та 8-ге бөлінеді. 32-ні 8-ге бөлсем 4, 40-та 8-ге бөлсем 5 екен. Мұна 10 мен 5-ті бөлсем 2, 4-ті 2-ге көбейтсем 8 екен. Әрі қарай 1153-ші есеп. Тік төртбұрыштың ені 6 см, бұл оның ұзындығының 75%-ін дейді. Тік төртбұрыштың ауданын табыңдар дейді. Тік төртбұрыштың ауданы бізде S тең A көбейтілген B еді. Енді біз ені дейді, яғни ені деген бұл B тең 6 екен. Ал ұзындығы дейді, A осының 75%-ін дейді. Яғни A-ны тауып алайық бірінші. Бірінші A-ны тауып алайық. Яғни бізде 6 бөлінген 100-ден 75 тең дейміз. 6 көбейтілген, мұнда 75, мұнда 100 екен. 6-да 75-ті 3-ке бөлінеді. 6-ны 3-ке бөлсем 2, 75-ті 3-ке бөлсем 25 екен. Мұна 100-ді 25-ке бөлсем мұнда 4. 4 пен тең 4 көбейтілген 2. Мұнда 8. Ал S-ті табу үшін S тең B дегенім 6, A тең сонда 48 сантиметр квадрат екен.